Намазды Аллаға беріле оқу. Алла тағала Құранда былай деген: Мүміндер сөзсіз азап атаулыдан құтылып мақсат мұратына нағыз жетістікке жетті. Олар намазда құдіреті күшті Аллаға шын бейілімен мойын сұнып, барынша кішіпейілділік танытатындар. Байхақидің риуаяты бойынша Мұхаммед ибн Сирин былай деген: Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм намаз оқығанда аспанға қарай берген үшін сол аяттың түскенін естідім. Байхақи мен Хаким Әбу Хурайрадан радиаллаху анху төмендегіні риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм намаз оқығанда аспанға қарады. Бұл аят түскенде басын дереу сәжде жасаған жаққа иген. Хасан Басридің риуаяты бойынша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм былай деген: 5 уақыт намаз сендердің біреуіңнің үйінің алдынан ағып тұрған суы мол дарияға ұқсас. Әр күні 5 мәрте бұл дарияға жуынып тұрған кісінің үстінде кір қала ма? Яғни намаз пенденің үлкен күнәларынан тысқары барлық күнәларынан арылуына себеп болады. Бұның бұлай болуы үшін оқылған намаз қорқумен оқылу керек. Бұлай болмаған намаз иесінің бетіне лақтырылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм былай деген: Кім бұл дүниемен арадағы барлық байланысын үзіп, 2 рәкат намаз оқыса, өткен күнәлары кешіріледі. Басқа бір хадисте былай деп айтылады: намаз оқу, қажылыққа бару, тауап қылу, қағбаны айналу және басқа ғибадаттар Алла тағаланы зікір қылу, еске алу үшін бұйырылған. Егер сол зікір қылу сәтінде жүректе берілу және қорқу болмаса, мұндай зікірдің қандай мағынасы болмақ? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм былай деген: оқыған кісіні жаман және жағымсыз істерден тыймаған намаз пенденің Алла тағаладан тағы көбірек алыстауына себеп болады. Бакир ибн Абдулла былай деген: уа адам баласы, Алла тағаланың алдына рұқсатсыз барып, онымен себепкерсіз сөйлесуді қаласаң, соған оңай жетсең болады. Әуелі жақсылап дәрет алып, содан соң намазханаға барасың. Міне, сонда сен Алла тағаланың алдына рұқсатсыз кіріп, онымен себепкерсіз сөйлескен боласың. Әзірет Айша радиаллаху анха былай деп айтқан: Алла елшісімен бетпе-бет отырып, бір нәрселер айтып әңгімелесіп отырушы едік. Бірақ намаз уақыты кіргенде Алла тағалаға құлшылықпен терең кірігіп кеткендіктен ол біз оны танымағандай болып қалушы едік. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм: пенде жүрегі мен денесі бір бүтіндікте беріліп оқымаған намазға Алла тағала қарамайды деген. Алланың досы Әзірет Ибрахим алейхиссәләм намазға тұрғанында оның жүрегінің соққаны 2 шақырым жерден естіліп тұрды. Саид әт-Таннухи намаз оқығанда көз жасы сақалына шейін ақты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм біреудің намаз оқып жатып сақалымен ойнағанын көріп, егерде бұл кісінің жүрегінде Алладан қорқу болғанда барлық мүшелерінде қорқыныш болар еді деп айтқан. Риуаяттарға қарағанда Әзірет Али радиаллаху анху намаз оқығанда өңі қуарып, денесі қалтырады. Одан: уа мүміндердің басшысы, саған не болып жатыр деп сұрағанда, ол: Алла тағала жер мен аспанға, тауларға ұсынып, олар қорыққанынан мойнына ала алмаған, бірақ мен мойныма алған аманаттың уақыты келді ғой деп жауап берді. Али ибн Хусейн дәрет алғанда өңі қуарып кетті. Одан: дәрет алғанда неге осылай боласың деп сұрады. Ол: кімнің алдына шығатыныңды білесің бе деп жауап берді. Хатамул Асамдан намазды қалай оқу керектігі туралы сұрағанда ол: намаз уақыты жақындағанда жақсылап дәрет алып, намаз оқылатын жайға барамын. Дене бойымды тынышталдыру үшін біраз отырамын. Содан соң намазды бастау үшін орнымнан тұрамын. Қағбаны 2 қасымның арасына, Сырат көпірді аяғымның астына, пейішті оң, тозақты сол жағыма, өлім періштесін арқама алып, ең ақырғы намазымды оқып жатырмын деген оймен, қорқу мен үміттің құшағында намаз оқи бастаймын. Тәкбірді именіп айтамын, сүрені не аяттарды жай, мұқият оқимын. Рүкуқтарды кішіпейіл, қаймыққан жағдайда орындаймын. Содан соң сол аяғымның сыртын жерге төсеп, оң аяғымның бас бармағын жерге тік қоямын. Бұларға ықыласты қосамын, бірақ намазды біткенімде қабыл болып болмағанын білмеймін деп жауап берген. Ибн Аббас радиаллаху анху ұзартпай және қысқартпай шын жүректен оқылған 2 рәкағат намаз сезімсіз, немқұрайлы жағдайда түнімен оқылған намаздан жақсы деп айтқан. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм бір хадисінде былай баяндалады: ақыр заманда үмбетімнен кейбір кісілер мешіттерге келіп шеңбер болып отырады. Олардың ойында дүние болады. Олармен отырмаңдар. Олардың ғибадатына Алланың мұқтаждығы жоқ.
Хасан Басридің бұлай деп айтқаны риуаят етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, сендерге адамдардың арасынан ең жаман ұрлық жасаған кім екенін айтайын ба дейді. Ол жердегілер иә дегенде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям намазынан ұрлағандар деп айтқан. Намазынан қайтып ұрлайды деп сұрады әлгілер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, намаздың рүкуғы мен сәждесін кеміткендер ұрлайды деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, қиямет күні пендеден алғаш намаз туралы сұралады. Егер ол пенде намазды толық орындаған болса, Алла тағала ол пенденің сұрағын жеңілдетеді. Егер намазы кем орындалған болса, Алла тағала періштелеріне, бұл пендемнің нәпіл, қосымша ғибадаттары бар болса, онымен парыз намаздарын толықтырыңдар деп айтады. Бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, пендеге 2 рәкат намазға рұқсаттан тағы жақсырақ нәрсе берілген емес деп айтқан. Бір күні Халаф ибн Айюб намаз оқып жатқанда оны ара шағып алды. Бірақ ол денесінен қан шыққанына қарамай мұны сезген жоқ. Ибн Саид соған көз салып тұрған еді. Намаздан кейін ол, сені ара шағып, денеңнен қан шықты ғой, сезбедің бе деп сұрады. Ибн Айюб, өзің ойлап көрші, Алланың алдында, өлім періштесінің жанында, сол жағында тозақ, аяқ астында сырат көпірі тұрған кісі осындай нәрсені сезбек пе деп жауап берді. Әмір ибн Зәр тақуалықта жоғарғы дәрежеге жеткен кісі болды. Оның қолы іріңдеп, шіріп бара жатқан еді. Дәрігерлер қолыңды кесіп тастауымыз керек деді. Ол, мейлі кесіңдер деп келісті. Сені байламай тұрып кесе алмаймыз деді әлгілер. Ол, мені байлаудың қажеті жоқ, намазға тұрғанымда кессеңдер болады деп жауап берді. Нәтижеде оның қолы намазда кесілді, және кесілгенін сезген жоқ. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю. Алла тағала Құранда былай деп айтады. Уа Мұхаммедтің үмбеті, сендер Раббыларыңның қалауымен күллі адамзаттың игілігі үшін жарыққа шығарылған, жаралған ең қайырлы үмбетсіңдер. Қалби атты тәпсір ғалымы бұл аят ислам үмбетінің басқа үмбет және елдерден өзгеше екенін баяндайды. Демек ислам үмбеті ең жақсы үмбет екендігінде талас жоқ деп тұжырымдаған. Аятта адамзаттың игілігі үшін жарыққа шығарылған деп айтылған сөз адамдардың жақсылығы және пайдасы үшін ғасырлар бойы өзгешеленген және танылған деген мағынаны береді. Жоғарғы аяттың жалғасындағы үнемі жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиясыңдар, Аллаға кәміл сенесіңдер деген сөз үмбеттің өзгешелігінің себебін түсіндіреді. Егер жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю міндетін тастап қойса, ең құнды қасиетінен айырылады. Демек, қайырлы және өзгеше болудың шарты жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген: адамдардың ең жақсысы адамзатқа пайдалы болғаны, адамдардың ең жаманы адамдарға зиянды болғаны. Аятта айтылған Аллаға сенесіңдер деген сөз Алланың бірлігін танисыңдар, сенімде бекем болып, Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям Алла елшісі екенін растайсыңдар дегенді түсіндіреді. Өйткені Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям пайғамбарлығын қабыл алмағандар Алла тағалаға сенген болып есептелмейді. Себебі олар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям Алла тағаладан алған хабарларын өзі ойдан шығарған деп ойлайды. Әбу Сағид әл-Худри радиаллаху анху баяндайды. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям былай дегенін естідім: араларыңнан біреу бір жаман істі көрсе, оны қолымен түзетсін. Егер оған шамасы жетпесе, онда тілімен түзетсін. Соған да шамасы жетпесе, жүрегімен, ішінен жақтырмасын. Бұл иманның ең әлсізі. Кейбір ғалымдар бұл хадиске төмендегіше түсіндірме береді. Жаман істерді күшпен өзгерту биліктегі басшылардың, сөзбен түзету ғалымдардың, шын көңілден қарсы тұру жалпы мұсылмандардың міндеті. Басқа ғалымдар болса бұлай бөлмей, әрбір мұсылман жамандықты тыюға міндетті екенін айтады. Олар бұл көзқарастарына төмендегі аятты дәлел қылады. Өздеріңді Аллаға жақындататын иман, садақа, намаз, сабыр сақтау сынды ізгі істерде, сондай-ақ тақуа болу мәселесінде бір-біріңе жәрдемдесіңдер. Демек, жақсы істерде жәрдемдесу, жақсылыққа үндеу, жамандыққа және дұшпандыққа алып баратын жолдарды мүмкін болғанша азайту, тіпті жоюға әрекет жасау әрбір мүміннің міндеті. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям бір хадисінде: кім бидағатшыға қарсы шықса, Алла тағала оның жүрегіне сенімділік пен иман толтырады. Кім бидағатшыны тоқтатса,
алла тағала оны ең қорқынышты күнде, қияметте қауіпсіз қылады. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйғандар алла тағаланың жер жүзіндегі өкілдері, оның кітабын үйретуші және елшісінің өкілдері деген. Хузайфадан радиаллаху анху риуаят етілген бір хадисте былай деп айтылады: адамдардың басына бір күн келеді, сонда есектің өлексесі олар үшін жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюға қарағанда сүйкімдірек болып қалады. Мұса алейхиссалам алла тағаладан: уа жаратқан Алла, мүмін бауыры үшін дұға қылып, оны жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйған кісі қандай сауапқа ие болады деп сұрағанда, алла тағала: оның әрбір сөзі үшін 1 жылдық ғибадаттың сауабын жазамын және оған тозақ азабын тарттырудан ұяламын деп жауап берген. Бір құдси хадисте алла тағала былай деген: уа адам баласы, тәубені кешіктірген, құр қиялдармен жүріп, ақыретке сауапсыз келген кісілерден болып қалмаңдар. Ондай адамдар құлшылық жасаған пенделер сияқты сөйлегенімен мүнәфиқтардың ісін қылады. Өздеріне бұйырғанға көздері тоймайды және жоқшылыққа сабыр қыла алмайды. Тақуалы кісілерді сүйгенімен өздері оларда емес. Мүнәфиқтарды жек көргенімен өздері солардан. Жақсылыққа шақырады, бірақ өздері жасамайды. Жамандықтан тыюға әрекеттенгенімен өздері сол істі жасауды жалғастыра береді. Әзірет Әли радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям: ақыр заманда пісіп жетілмеген, ақылы қысқа, адамзаттың ең жақсысының сөзін сөйлегенімен көмекейінен ары кетпеген, жүректерінен шықпаған халық болады. Олар оқ аңды тесіп өткендей діннен шығады деген сөзін риуаят еткен. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген: Миғраж түні еріндері қайшымен қырқылған бірнеше кісіні көріп, уа Жәбірейіл, бұлар кімдер деп сұрадым. Жәбірейіл: бұлар үмметіңнен басқаларды жақсылыққа шақырғанымен өздері жасамаған үгітшілер дейді. Алла тағала өздері орындамастан басқаларды ғана жақсылыққа шақырғандар туралы төмендегі аятты ашық, айқын баяндаған. Сендер ел жұртқа ізгілікті бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Өздерің кітапты оқисыңдар, еш ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Яғни алла тағаланың кітабын оқып тұрып, оның бұйрығын орындамайсыңдар деп айтылуда. Өйткені бұл кісілер басқаларды садақа беруге шақырғанымен өздері бермейді. Міне сол себептен мүміндер басқаларды жақсылыққа шақырып, жамандыққа тыюмен бірге өздерін де ұмытпау керек. Алла тағала Құранда былай деген: мүмін ерлер мен мүмін әйелдер бір-біріне шын жанашыр дос. Олар елге ізгілікті, жақсылық жасауды бұйырып, жамандық атаулыдан тыяды. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқиды. Зекетті толық береді және Аллаға және пайғамбарларына әрдайым бағынады. Міне соларды Алла арнайы түрде шексіз мейіріміне бөлейді. Мүміндер басқаларды жақсылыққа шақырғандар деп сипатталды. Жақсылыққа шақырмағандар бұл аятта айтылған кісілерге қосылмай қалады. Сондай-ақ Алла тағала жақсылыққа шақыру міндетін орындамаған халықты былайша баяндайды: олар қандай да болмасын жаман іс істегенде одан бір-бірін тыймайтын еді. Расында олардың бұл қылығы қандай жаман еді. Әбу Дардадан риуаят етілген бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген: не жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыясыңдар, не болмаса Алла тағала бастарыңа өте залым патша алып келеді. Ол үлкендеріңе құрмет көрсетпейді, кішілеріңе рақым қылмайды. Араларыңдағы жақсы кісілердің қылған дұғалары да қабыл болмай қалады. Алла тағаладан жәрдем сұрағанымен жәрдем болмайды. Күнәлары кешірілсін деп жалбарынады, бірақ кешірілмейді. Әзірет Айшадан риуаят етілген бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: Алла тағала 18 000 халықты жазалады. Олардың жасаған істері пайғамбарлардың жасаған істеріндей еді деп айтады. Сахабалар: уа Расулалла, мұны қалай түсінсе болады дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: олар Алла үшін ашуланғанда емес, жақсылыққа шақырып ескерткенде емес деп жауап берді. Әбу Зәр әл-Ғифариден радиаллаху анху риуаят етілгені бойынша Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анху Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалям: уа Расулалла, мүшриктермен соғысқаннан басқа жихад бар ма деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: жер жүзінде Алла тағаланың шейіттерден де жоғары тұрған мұжахидтері бар. Олар аманшылықта жеп ішеді және жер бетін басып жүреді. Алла тағала олармен көктегі періштелерге мақтанады деп жауап берді. Әбу Бәкір радиаллаху анху олар кімдер деп сұрағанда
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: олар жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйғандар және Алла үшін сүйіп, Алла үшін ашуланғандар. Бұл кісілердің пейіштегі сарайлары шейіттердің сарайларынан да биікте тұратынына жаным қолымда тұрған Аллаға ант ішіп айта аламын деп айтты. Алла тағала Мұсадан алейхиссалам: уа Мұса, мен үшін бір іс жасадың ба деп сұрайды. Мұса: уа жаратқан Алла, сен үшін намаз оқып, ораза ұстадым, садақа бердім, сәжде жасадым, өзіңе шүкіршілік айттым, кітабыңды оқыдым, сенің атыңды зікір қылдым дейді. Сонда ұлы жаратқан: уа Мұса, намаз саған жол көрсетеді, ораза сенің қалқаның, берген садақаң сенің көлеңкең болып тұрады, сәждеде айтқан тасбихың пейіштегі ағашың болып өседі, кітабымды оқығаныңның сыйы пейіштегі сарайлар мен хор қыздар. Менің атымды еске алғаның саған нұр болады. Енді жеке мен үшін не іс жасадың? Сонда Мұса алейхиссалам: уа жаратқан Алла, жеке сен үшін орындалатын істі көрсет, мен соны жасайын деді. Алла тағала Мұсаға: уа Мұса, менің разылығым үшін біреумен дос болдың ба? Мен үшін біреумен дұшпан болдың ба деді. Алла алдында ең сүйікті іс Алла үшін сүйіп, Алла үшін жаман көру екенін Мұса алейхиссалам сонда түсінді. Әбу Убайда ибн Жаррах радиаллаху анху Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам: Алланың алдында ең жоғарғы бағаланған шейіт кім деп сұрағанда, пайғамбарымыз: залым патшаны жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюға әрекет жасап, сол себептен өлтірілген пенде деп жауап берді. Хасан Басриден риуаят етілгені бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: үмбетімнің шейіттерінің ең ұлығы залым басшыға барып, оны жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюға әрекет жасап жатып, сол залым басшы тарапынан өлтірілгені. Ол шейіттің пейіштегі орны Хамза мен Жахфардың арасында. Алла тағала Юша ибн Нун пайғамбарға алейхиссалам: сенің қауымыңнан 60 000 жаман кісімен бірге 40 000 жақсы кісіні жоқ қыламын деген уахи жібереді. Юша алейхиссалам: уа жаратқан Алла, жамандар үшін айтар сөзім жоқ, бірақ жақсыларды қиратуыңның себебі не деп сұрайды. Алла тағала: өйткені олар жамандықтарды мен үшін жаман көрмеді және олармен бірге жеп ішті деп жауап береді. Әнәс ибн Малик радиаллаху анху төмендегіше риуаят етеді. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: өзіміз толық орындамайынша жақсылыққа шақырмаймыз ба? Өзіміз толық арылмайынша басқаларды жамандықтан тыймаймыз ба? деп сұрадық. Ол бізге: жоқ, жақсылықты толық орындай алмасаңдар да, оған басқаларды шақырыңдар, және әрқалай жамандықтан аулақ бола алмасаңдар да, басқаларды жамандықтан тыйыңдар деп жауап берді. Ұлы ғалымдардан бір кісі ұлдарына төмендегідей насихат айтты: араларыңнан біреу жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйғысы келсе, өзін сабырлыққа дайындасын және Алла тағала беретін сауапқа сенсін. Өйткені Алладан келетін сауапқа сенген кісі тартқан қиыншылығының ауырлығын сезбейді.